Сіздерме құрметті студенттер, бүгінгі біздің дәрісіміздің тақырыбы ұлттық кестелеу технологиясы. Бұл студенттерге ұлттық кесте өнерінің ерекшеліктерін, оның түрлерін, қолданылатын материалдар мен құралдарды, сондай-ақ қазіргі заманғы технологиялық әдістерді үйрету мақсатында дайындалып отыр. Бұл презентация қазақ қолөнерінің ең нәзік және маңызды бағыттарының бірі. Ұлттық кестелеу өнеріне арналған біз кестелеудің тарихын, түрлерін, қолданылатын құрал-жабдықтары мен ою-өрнектердің символдық мағынасын қарастырамыз. Дәрістің мақсаты мен міндеті: студенттерге қазақтың ұлттық кестелеу өнері туралы терең түсінік беру, оның түрлерін, қолданылатын материалдар мен технологиялық тәсілдерін таныстыру арқылы осы өнерге деген қызығушылықтарды арттыру, түрлері мен тәсілдер кестелеу түрлеріне және орындалу технологиясын меңгеру, тарихи негіздеріне, дәстүрлі кестелеу өнерінің тарихымен танысу, символдық мағына, ұлттық ою-өрнектің терең мән-мағынасын ашу. Кестелеу өнерінің шығу тарихы мен маңызы: қазақ халқының кестелеу өнері ғасырлар бойы қалыптасқан тұрмыстық және рухани мәдениеттің ажырамас бөлігі. Көшпелі өмір салтында бұйымдарды әшекейлеу, оларды берік әрі әдемі ету кестелеу арқылы жүзеге асқан. Көне тарих қазақ кестесінің алғашқы үлгілері скиф, сақ дәуіріне дейін барады. Қолданыс аясы киім-кешек, түскиіз, текемет, сәукеле, тұрмыстық заттар безендіруге маңызды рөл атқарған. Мәдени құндылығы: әрбір тігіс пен ою-өрнек халықтың дүние танымын, салтын, дәстүрін, тілек-арманын жеткізе білген. Ұлттық кесте өнері мыңдаған жылдар бойы қалыптасып, алғашқы кестелер адамның тұрмыстық сәндік символдық мәніне ие болған. Қазақстан кесте көбіне көшпелі халық мәдениетінің бір бөлігі ретінде дамыған. Символикалық мән: әр өрнек белгілі бір идеяны немесе қорғауыш күшті білдіретін. Мысалы, жұлдыз сәттілік, бұтақ өсім мен молшылық, киім жабдықты және тұрмыстық заттарды әшекейлеу барысында да қолданылған. Аймақтық ерекшеліктер: солтүстік, орталық және оңтүстік Қазақстанда өрнектер мен түстер әртүрлі болған. Материалдық негіз: кесте жасау үшін бастапқы жүн, киіз, мақта, жібек қолданылған. Бояулар: табиғи өсімдіктерден алынған, қызылдан қызылша, сарыдан сәбіз, көк шөптен алынған. Техникалық дамуы: бастапқыда тек қолмен тігіп, қарапайым геометриялық немесе табиғаттан алынған мотивтерді қолданған. Кейінірек техника дамып, күрделі өрнектер, көп түсті композициялар пайда болған. Қазіргі заманда ұлттық кесте өнері сәндік, қолданбалы өнер және текстиль индустриясында кеңінен қолданылады. Кестелеу өнерінің аймақтық ерекшеліктері: Қазақстанның әр аймағында кестелеу өнерінің өзіндік стилі, түс гаммасы мен ою-өрнектері қалыптасқан. Бұл ерекшеліктер табиғи ортаға, көрші халықтармен қарым-қатынасқа және дәстүрге байланысты болған. Оңтүстік Қазақстанда өсімдік, гүл мотивтері басым, түстері қанық әрі ашық, жібек, жіптен көп қолданылған. Ал батыс Қазақстанда геометриялық және жануарлар стилінде оюлар көп, қызыл және қара түстер үйлесімі басым. Солтүстік шығыс сәндік, қолданбалы өнер элементтері басым. Кесте тігістері қарапайымдылау, бірақ композициясы күрделі болып келген. Кестелеуді зерттеуде аймақтық айырмашылықтарды ескеру әр өңірдің мәдени байлығын түсінуге мүмкіндік береді. Кестелеудің негізгі түрлері: ол кестелеу тәсіліне қарай бірнеше негізгі түрге бөлінеді. Олардың әрқайсысы бұйымға ерекше сән береді. Қол кестесі ең дәстүрлі түрі. Қол инемен әртүрлі тігістерді қолдану арқылы
орындалады, еңбекқорлық пен шеберлікті талап етеді. Шым кесте ол бүкіл мата бетін ою-өрнекпен толықтай толықтырып тігеді. Көбінесе тұскиізбен киімдерде кездеседі. Бедерлі кесте, жабық тігіс, ою-өрнектердің беті қалыңдау және бедерлі болып шығатын тәсіл. Сәндік элементтерді бөлектеу үшін қолданылады. Айқыш тігіс көбінде геометриялық оюларды орындауға ыңғайлы санаулы матаға тігіледі. Кестелеуге арналған құрал-жабдықтар мен материалдар ол сапалы кестелеу үшін дұрыс таңдалған құралдар мен материалдар өте маңызды. Олар шебердің жұмысын жеңілдетіп, бұйымның сапасын арттырады. Иінелер мен қайшы түрлері ұзындығы мен қалыңдығы қолданылатын жіп пен матаға байланысты таңдалған. Кергіш немесе рамка кестелеу кезінде матаны тегіс ұстауға және тігістерді біркелкі болуын қамтамасыз етуге арналған. Мата ретінде барқыт, жібек маталарын қолданған. Жіптер, жібек, мақта, кейде алтын немесе күміс жіптер болған. Қазақ кестесінде дәстүрлі түрде табиғи материалдар, мысалы мақта және жібек жіптер басым болған. Ұлттық кестенің тарихи мәдени маңызын түсіну бағытында кесте түрлерін де көп қарастырған. Мысалы геометриялық кестенің түрлерін қарастыратын болсақ, геометриялық өрнек тек үшбұрыш, ромб, квадрат сияқты фигуралардан тұрады. Гүлді және өсімдікті мотивті кестелерде гүл, жапырақ, бұтақтар кездеседі. Анималистік мотивтерде құс, жылқы, киік және тағы басқа. Комбинирленген кестеде әртүрлі элементтер үйлесімі кездеседі. Технологиялық кезеңдерде матаны дайындау барысында матаны үтіктеу, кері жағынан тігу үшін негіз қойылған. Қағазға немесе матаны өзіне өрнек сызған. Кестелеу түрлі тігіс әдістерін қолдану, тақпақ тігіс, крест тігіс, оюлы тігістерді пайдаланған. Артық жіптерді кесу, матаны үтіктеу, кейде үтіктеу барысында көптеген өңдеуден өткен. Практикалық тапсырма бойынша ол кестенің сәнін келтіру үшін осы тәсілдерді пайдаланған. Ұлттық ою-өрнектер түрлері және түстік үйлесімі ол қазақ ою-өрнектері табиғат пен қоршаған ортадан алынған символдық элементтерге негізделген. Түстердің үйлесімі де терең мәнге ие. Түстердің символикасы қызыл, от, күн, өмір, бағыт пен байлық, аспан, мәңгілік тазалық, көктем, жастық, су және тіршілік, сары алтын, білім мен даналықты, байлықты білдірген. Кестелеу өнеріндегі символдық мәндер ол әрбір ою-өрнек бұл тек әшекей ғана емес, сонымен қатар бабалардың тілегі мен философиясының көрінісі. Қошқар мүйіз қойдың мүйізін бейнелейді, береке, байлық, күш пен ұрпақтың жалғасуының символы. Гүл мотивтері өмір, сұлулық, нәзіктік және гүлденуді білдіреді. Көбінесе жас келіндер мен қыздардың киімдерінде кездеседі. Ирек толқын, судың қозғалысы, өмірдің ағынын білдіреді. Тұрақтылық пен мәңгіліктің ұғымдарын жеткізеді. Құс қанаты еркіндік, бақыт, жоғары мақсаттарға ұмтылуды білдіреді. Қауіпсіздік техникасында жұмыс орнын ұйымдастыру, кестелеу процесі нәзік және мұқияттылықты талап етеді. Дұрыс ұйымдастырылған жұмыс орны мен қауіпсіздік ережелері сапалы нәтижеге кепілдік береді. Жұмыс барысында жарықтандыру ол көзге күш түсірмеу үшін жұмыс орны жақсы жарықтандырылуы тиіс. Табиғи немесе арнайы шамдарды қолдану ұсынылады.
Инелерді сақтау, инелер мен түйрегіштерді арнайы қорапшада немесе ине қадағышта сақтау қажет. Ешқашан инелерді ауызға ұстауға болмайды. Дененің қалпы: ұзақ отырып жұмыс істегенде арқаға және омыртқаға күш түсірмеу үшін ыңғайлы орындық пен үстелді пайдалану керек. Қорытындылай келе, қазақтың ұлттық кестелеу өнері біздің мәдени мұрамыздың асыл арын қазынасы. Бұл өнерді меңгеру арқылы біз дәстүр мен ұлттық құндылықтарымызды жаңғыртамыз. Оқу әдістемесімен көрнекі оқуды жетілдіру, түсіндіру және практикалық демонстрация жасау. Көрнекі кестеленген ұлттық бұйымдар, камзол, жастық, тұскиіз сияқтыларда пайдалану керек. Әртүрлі жіп түрлерін пайдаланып, дайын кестелеулері мен ою-өрнектерін жасау керек. Ұлттық кесте өнері мәдени мұра, қазіргі заманғы дизайн және сәнде қолдануға болады. Кестелеу технологиясын меңгеру шығармашылық қабілетті дамытады және ұлттық ерекшеліктерді сақтауға мүмкіндік береді. Практикалық жұмыстар арқылы студенттер өрнек сызу мен тігу дағдыларын жетілдіреді. Ұлттық кестелеу Қазақстанның мәдени мұрасы мен қолөнер дәстүрінің маңызды бөлігі болып табылады. Оның тарихы мыңдаған жылдарға созылып, көшпелі халықтың тұрмысында сәндік, символдық және практикалық мәнге ие болған. Кесте өнері арқылы адамдар өздерінің мәдени ерекшелігін, дүние танымын және шығармашылық қабілетін көрсеткен. Қазіргі уақытта ұлттық кесте өнері тек қолөнер ғана емес, сонымен қатар сәндік, текстиль, киім-кешек және интерьер дизайнда қолданылатын заманауи технологияға айналды. Студенттерге кестелеу технологиясын үйрету шығармашылық қабілеттерін дамытып, ұлттық мәдениет пен дәстүрді сақтауға ықпал етеді. Практикалық тапсырмалар арқылы студенттер өрнек сызу, тігу техникасын меңгеріп, түстер үйлесімі мен композицияны дұрыс қолдануды үйренеді. Бұл өнер түрі болашақ дизайнерлар мен қолөнершілер үшін маңызды тәжірибе болып табылады. Алдындағы тәжірибелік тапсырма бойынша, осы тақырып бойынша студенттерге ұлттық кесте техникасын меңгеріп, өрнек сызу және тігу дағдыларын дамыту керек. Матаның жіптерін инелер, шеңбер немесе рамка, қарындаш немесе маркер, қайшы алып келу керек. Тапсырма кезеңдерінде қағазға немесе матаның өзіне қарапайым геометриялық немесе гүлді өрнек сызып, өрнектің көлемін 10-10 см болу керек. Мата үлгісін шеңберге немесе рамкаға керіп, тігуге ыңғайлы ету қажет. Таңдалған өрнек бойынша тігу әдісін қолдану: крест тігісі, тақпақ тігіс, қарапайым тігістерден бастау керек. Тақырып бойынша қосымша кеңес: қарапайым өрнектен бастау керек, кейін күрделі композицияға көшеміз. Қолайлы түстерді таңдауға назар аудару керек. Ұлттық стильге сәйкес болу маңызды. Тігу барысында сабырлы болу және инені дұрыс бағыттау өте маңызды. Яғни бұл тақырып бойынша біздің студенттер осы өткен дәріс бойынша барлық шарттарды сақтап, қазақтың ою-өрнегін зерттеп, әр өңірде қандай ою-өрнекті пайдаланған, оның мәнін біліп, қандай жіптермен, қандай құрал-жабдықтармен пайдаланғанын зерттеп, сонымен қатар мата бетіне түсіру керек. Осы ұлттық нақыштағы бағытымызды дамытып, қазіргі сән әлеміне өзіміздің үлесімізді қосуымыз қажет. Танымал дизайнерлардың жұмыстарын яғни зерттеу керек. Осы тақырып қазіргі ұлттық нақышымызды дамытуға
үлесімізді қосу үшін таңдалып отыр. Осымен кестелеу технологиясының бірінші дәрісі аяқталды. Назарларыңызға, тыңдағандарыңызға рахмет.